әлемдегі ең құпияға толы мекен қандай деп сұрақ қойса, көп адам бір ауыздан Бермуд аралы дейтін шығар. Оны біреулер Бермуд үшбұрышы не үштағаны деп атайды. Осы уақытқа дейін онда сансыз ұшақ пен кеме жоғалғаны туралы естіп келдік. Бермуд үшбұрышы туралы теориялар әртүрлі. Бұл жер шын мәнінде біз ойлағандай тылсымға толы ма? Зерттеп көрейік. Сонымен не дейді? Бірге тамашалайық. Бүгінгі таңда Бермуд үшбұрышы жердегі ең паранормальды, яғни қалыпқа сай емес аймақ деп аталады. Өйткені онда ашық күн райында да адамдар, кемелер жоғалады. Бірақ бәрі біз ойлағандай ма? Бәлкім ұшақтар мен кемелердің жоғалғаны шынымен де рас шығар. Бұл мекеннің мұншама атаққа ие болып отыруының себебі не? Егер жақсылап зейін қойып қарасақ, Бермуд үштағаны деп аталатын нақты аумағы жоқ екенін аңғарамыз. Бермуд, Флорида және Пуэрто-Рико шекарасын шартты түрде солай атаған. Оны жазушы Винсент Гаддис 1964 жылы ойлап тапты. Бермуд үштағаны туралы ақпарат іздеп көрсеңіз, сізге ең алдымен бұл туралы түсірілген деректі фильмдер, құпиясы көп деп сендіретін оқиғалар мен ақпарат табылады. Дегенмен, дәл қазір бұған қатысты интрига мен қызу талқылау басылып қалды. Оның себебі Бермуд үштағанына қатысты ешқандай да құпия болмағаны шығар. Алайда әлі де бұл жерді тылсым құбылыстарға толы деп санап, оған сенетіндер табылады. Бәрін басынан бастайық. Флорида, Пуэрто-Рико және Бермуд аралдары арасындағы мұхит бөлігіне деген қызығушылық 1968 жылы ерекше мақала жариялануымен бастау алады. Онда 1945 жылы болған 19 рейс атты оқиға баяндалған. 45 жылы 5 желтоқсанда ақш-тың Avenger атты 5 торпедасы ашық аспан астында Бермуд үшбұрышы маңайында жоғалып кетеді. Таралып кеткен ақпаратта ондағы ұшқыштар өте тәжірибелі деп көрсетіледі. Яғни адамдар қалайша бәрін білетін ұшқыштар ізді ғайым жоқ болды деп бас қатырады. Командир Чарльз Тейлор теңіз үстінде ұшудан 2500 сағат тәжірибесі бар еді. 6 ұшақтың әр ұшағында 2-3 адамнан болған деседі. 3 кезеңнен тұратын жаттығудың екінші кезеңіне келгенде жауын жауып жел соға бастаған, ал команда капитаны компас істемей тұрғанын айтқан. Осы кезде ұшқыш нұсқаушысына радиохабар жіберген. Ол өздерінің қайда орналасқандарын нақты білмейтінін, жерді көрмей тұрғанын, адасып қалғанын айтады. Ол өзінің негізгі бағыттан ажырап кеткенін де хабарлайды. Көп ұзамай ұшақтар Флориданың шығысында жоғалып кетеді, ал олардың қайда кеткені сол күйі белгісіз болып қалды. Осы оқиға жазылған мақалада ұшақтың жоғалу себебі тылсымға толы екені баяндалған. Дегенмен әскери теңіз күштерінің пікірі басқаша еді. Экипаж арасында бір ғана мол тәжірибелі ұшқыш болған, қалғаны жаттығудан өтіп жүрген ұшқыштар екені мәлім болды. Олардың болжауынша ұшақ жанармайы таусылып теңізге қонуға мәжбүр болған, алайда ағысы қатты теңіз бұған жарамсыз еді. Сондай-ақ Тейлордың бұл жаттығуды басқарғысы келмеген туралы ақпараттар да бар. Соған қарағанда, ол бұл ұшуға дайын емес болған деп пікірлер айтылады. Ресми есепте Тейлор өз мекен-жайы туралы қате ақпарат берген делінген. Осылайша 14 адамнан тұратын экипаж және оларды іздеуге кеткен 13 адам із-түзсіз ғайып болған. Бермуд үшбұрышында жоғалып кеткен алғашқы кемелердің бірі USS Cyclops еді. Ол 1918 жылы батыс Үндістаннан Балтиморға барар жолда ғайып болған. Ұзындығы 550 фут, бізде 170 метрге жуық. Бұл сол кездегі ақш әскери теңіз күштерінің ең үлкен кемесі еді. Бір қызығы оның қалдықтары табылмаған. Кеме марганец кенін тасымалдап бара жатқан, ал оның экипажында 309 адам болған екен. Жоғалып кетпей тұрып, жіберген соңғы хабарламасы ауа райы ашық, бәрі жақсы болған екен. Жылдар бойы Бермуд үштағаны теориясы қызу талқыланып келіп, біраз уақытқа тынышталып қалғандай еді. Небір әңгімелер айтылды. Сол уақытта біреулер өзге ғаламшарлықтар адамдарды алып кетті десе, енді бірі уақыт пен кеңістік арасындағы шұңқыр деп топшылады. Жақында Саутгемптонск университеті ғалымдары мынандай тұжырымдарды ұсынды. Ұшақтар мен кемелердің жоғалуына өте үлкен толқындар себеп болуы мүмкін. Ал тағы бір себеп адамдардың өздері бұған кінәлі болған. Бұрынырақта мұндай толқындар адамдардың жоғалуының себебі ретінде аталған.
Бірақ бұл көптеген гипотезаның бірі еді, ал қазір британдықтар оларды эксперимент жүзінде дәлелдепті. Драупнер аталатын толқындар ұзақ уақыт бойы аңыз ретінде қарастырылған. Алайда 95 жылы жаңа жыл күні спутник 18 метрден асатын толқынды байқайды. Бұл теңіз құбыжықтары жан түршігерлік еді. Мұхит бойы пайда болатын судан жасалған қабырғалар іспеттес, әрі өзіне кезгетін кез келген нәрсені жоя алады. Дүниежүзілік жабайы табиғат қоры кеме апаттарына байланысты деректерді егжей-тегжейлі зерттейтін алғашқы тәуелсіз зерттеу жасаған. Онда соңғы 15 жылда кеме апаттарына ықпал еткен факторлар туралы жазылған. Осы жылдар аралығында мұнай өнімдерінің көп мөлшерде төгілуіне байланысты теңізде апатты жағдайлар болыпты. Осы сияқты оқиғалар теңіз қалпына өзгерістер әкелген, яғни кемелерді пайдалану мен техникалық қызмет көрсетуінің өзгеруіне әсер еткен. Нашар қызмет көрсететін және нашар басқарылатын кемелер тиісінше қайғылы жағдайға көбірек ұшырауы мүмкін, әрі мұндайда кемелер көбірек жоғалады. ақш-тың жағалау қызметі Бермуд үшбұрышы деп аталатын кемелер мен ұшақтарға ерекше қауіп төндіретін географиялық аймақтың барын жоққа шығарады. Осы жылдар ішінде аудандағы көптеген ұшақ пен кеменің жоғалу себебін талдау барысында бұған физикалық жағдайлар себеп болды деген қорытындыға келеді. Түсініксіз не беймәлім факторлар анықталған жоқ дейді олар. Ал ұлттық океанография мен атмосфера басқармасы былай дейді. Атлантикалық тропикалық дауыл мен алай дүлейдің көпшілігі Бермуд үшбұрышы арқылы өтеді және ауа райы жақсы болады дегеннің өзінде бұл қауіпті дауылдар біраз кемені су астына кетті. Сонымен қатар Гольфстрим ағысы да ауа райының тез әрі сұмдық өзгеруіне әкелуі мүмкін. Сонымен қатар Кариб теңізіндегі көптеген арал кеме қатынасы үшін қауіпті таяз жерлерді жасайды. Ғылыми жазушы доктор Карл Крушельницкий Бермуд үшбұрышында жоғалып кеткен ұшақтардың саны пайыздық жағынан әлемнің кез келген нүктесіндегі жағдайлардан артық емес деген екен. Бермуд үшбұрышына қатысты мұндай ақпаратты білдің бе, әлде бұда тылсым барына сендің бе? Пікір қалдыр. Бұл туралы естімеген жақындарыңа жібер. Лайк басып, қызықты видеоларды жіберіп алмау үшін каналға жазыл.